Лука Модрич хейті жоқ футболистердің бірі. Байқасаңыздар, жылдан жылға біздің кезіміздегі легендалардың 60-70% карьерасын аяқтап, кем дегенде басқа клубқа ауысуда. Модричті тіпті Барселона жанкүйерлерінің өзі жақсы көреді. Бұл братанға деген әлем футболының көзқарасы осындай көрініс табады. Модричтің балалық шағы өте ауыр болған. Неге десеңіз, 5 жасында Хорватия елі тәуелсіздік үшін соғыс бастап кетеді. Сонда бұның әкесін соғысқа шақырады армияға. Және де атасы өзімен аттас, оның да аты Лука болады. Атасын сол ауылдастарымен бірге 6 адамды сол жерде өлтіріп көміп кеткен. Модрич және анасы амалсыздан Затон ауданынан Задар деген қалаға көшуге тура келеді. Ал әкесі соғыста жүрсе де айлығының тең жартысын осы Лука оқысын деп оқуымен спорттық академияға жіберіп отырған. Карьерасындағы ең алғашқы үлкен контракт 2003 жылы 17 жаста Динамалық Загреб сапында болған. Ең қызығы, футбол легендасы Йохан Кройфтың өзі Лука Модричтің жанкүйері болған. Бір кездері Модричтің лақап аты хорватиялық Кройф болған. Жалпы карьерасында не ұтпаған мына Модрич. Ойлаңызшы, 24 трофей ұтып, 6 чемпиондар лигасын, 2018 жылы әлем чемпионатының үздік ойыншысы және сол жылы алтын доп иегері. Чотан ба? Тоттенхэм сапынан 2012 жылы Реал Мадридке келіп, 12 жыл бойы Элче ала алмай жүрген Реалдың есін жиғызады. Дәл қазіргі таңда Миланға ауысуы мүмкін деген сыбыстар бар. Жалпы Модрич құрметке лайық футболшылардың бірі. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз.